Короче, мейкап. Не сон. Ладно. Короче, біз қазір Шымбұлаққа келдік. Потом открытыйына отырмақшымыз. Соны түсірем. Бүгін бізде воскресенье. Мен бүгін толстовка кидім. Маршалымды алдым. И Хогвартстан не алдым. Шоперімді алдым. Вот. Дала өте суық екен. Мен үстіме ешнәрсе алмадым. Гений, миллиардер, филантроп. Ладно. Короче, вот. Так что мен болыңыздар. Мына жерде бізде вид осындай. Иә. Бай. Қазір мен сіздерге мен әрбір влогым не алғанымызда басталады. Короче, ладно. Еще біз тамақ алып алдым. Осындай галмарттан су заттар алдым. Иә. Короче, вот. И біз кеттік. Мен бір өзім аттым, потому что екі ғана адам отыралы екен. И мен одинокий ол. Қазақстанның природасын көрсеткім келіп кетті. Міне менің қатып қалғаным болмаса. Мен еще мына жерді қараңдар, ашық. Бүгін 6 октябрь. Бүгін бізде айыз құрылмауға там голосование отыр. Референдум. И, короче, мен негізі өзімді ойымды айтып кетейін деп ішуге қалға емес ой. Өте қатты қарта, өте қатты. Еще тағы бір зат. Мен кәдімгі подкаст, либо влогтарда өте деген сөзді көп қатты қолданады екенмін. Көп қатты деген қолданады екенмін. Короче, вот. И я айтайын. It was at this moment he knew. He fucked. Япония мысалыға қанша адам өлген, әлі де жарамсыз ол жер. Біз еще Япония осылай не істеп жатса, Қазақстан қалай істейді деген ойда. Поэтому өте дұрыс емес деп ойлаймын. Адамдар маған қарады, мен неге қалмадым, видеоны өшірмедім, герой. Короче, я. Мен нече қатырарсымын өйдім, апта өтіғатия. Өз қарсымын, өз бас. Өйткені менің ойымша біздің Қазақстанда ақша жоқ, оған ақша келеді, коррупция тағы бар. Потом адамдар экологияны сақтайды, ол қазір безопасный, но кім гарантия береді? Адами фактор бар, бір жерден қате кетіп, там еще бір бітеді. И ешкім саған гарантия. 6 октябрь өзім Қазақстанның несі болады? Citizen болғаннан кейін мен дұрыс емес деп ойлаймын. Оны біздің волостар решать етеді ма, етпейді ма? Мен толстовкамен шықтым, потому что менде ми бар, бірақ оны мен қолданбаймын. Воскресенье. Уровень везения, гениальности шексіз. Короче, жаңбыр жауып жатыр. Өтірік жаңбыр болған. Социофобияны мен бүгін тастап кетіп жүрген. Мен мына жақта прям советую келуге. Көп адамдар келе бермейді деп ойлаймын. В основном только тут прям
темалар кәдімгідей андай проблемалар болып кеткенде де бар connecting with nature деп болады ғой сол сияқты мейлі ешнәрсе ойламайсың ешнәрсе жоқ ойыңда и прям демалады еще құстардың дауыстары шығады вообще Все, наконец-то идем.